Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен қуырдақ жасаудың оңай тәсілін үйренеміз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге керек заттар: қойдың еті, сәбіз, пияз және бұрыш. Ол үшін алдымен етімізді қызып тұрған майға салып, жақсылап қуырып аламыз. Қуырылып жатқан етіміздің үстіне тұз саламыз, соевый соус құямыз және де томат салып, тағы да жақсылап қуырамыз. Қуырылып жатқан етіміздің үстінен сәбізді, пиязды салып, еттің суы тартылғанша жақсылап қуырамыз. Қуырып болған соң, еттің сәл бетін жабатындай су құйып қайнатамыз. Етіміз пысқанша қамыр илеп қоямыз. Бізге керегі бір жұмыртқа және тұзды су. Қамырымызды жұмсақ илеп, бетін жауып тындырып қоямыз. Дайын болған қамырымызды жұқалап жайып, бетіне сумай жағамыз және тура видеода көрсетілгендей қылып кесеміз. Кесілген қамырларымыздың ішіне үккіштен өткізілген сәбіз және ұсақтап туралған жүзайды араластырып, видеодағыдай салып шығамыз және көрсетілгендей розочка жасап ораймыз. Пысып дайын болған етіміздің бетінен алдымен тәтті бұрышымызды саламыз. Одан кейін картопты, оның үстінен тестамызды тізіп шығамыз. Жиырма 25 минут орташа отта бұқтырамыз. Мінекей, қуырдағымыз дайын болды. Ас болсын.